Баршаңызға сәлем достар. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Қара зере майы денсаулықты жақсарту мен ем-домға қолданылып келе жатқанына сандаған ғасыр болды. Көне дәуірден бастау алған шипалы шөп майының қандай зияны мен пайдасы бар, сол туралы айтатын боламын. Қара зеренің отаны Жерорта теңізі мен оңтүстік-шығыс Азияда орналасқан елдер. Мұны араб және үнді халықтары үнді тмині, кумин, зира, кмин және сейдана деп те атайды. Қара зеренің пайдасы: зеренің құрамында А, Е және С витаминдері мол, пайдалы минералдар көп және эфир майымен байытылған. Көне заман емшілері зерені иммунитет көтеруші, асқазан жұмысын жақсартушы, денедегі зиян қалдықтан арылтушы, дәрілік шөп ретінде қолданған. Сондай-ақ қандағы холестеринді азайтып, зат алмасу процесін жақсартуға көмектеседі. Қара зеренің құрамында антиоксиданттық қасиет бар, яғни ағзаның жалпы жұмыс жасауын, жүйке жүйесін жақсартып, бұлшықеттің физиологиялық күш-қуатын арттыруға көмектеседі. Қара зере майының зияны қандай? Қара зере майы да басқа дәрілік өсімдіктер сынды дұрыс қолданбаса зиян келтіруі мүмкін. Мәселен, оны аш қарынға ішуге болмайды. Сондай-ақ екі қабат әйелдерге аздан қолданған жөн. Өйткені жатыр бұлшықеті жиырылып, жүктілікке зиян келтіруі ықтимал. Сондай-ақ кей адамның қара зере майына аллергиясы болуы мүмкін. Қара зере майы медицинада бауыр, өт, бүйрек жұмысын жақсартуға, өт айдауға қолданылады. Сондай-ақ жоғарыда айтылғандай зеренің антиоксиданттық қасиеті бар, яғни ағзада қатерлі ісікті тудыратын жасушаларды радикал бөлшектерді өлтіреді. Қара зеренің вирусқа қабынуға, түрлі бактерияларға қарсы және ішектегі құрттарды түсіретін, зәр айдайтын қасиеті де бар. Халық медицинасында қара зеренің дәнінен шай қайнатып, іш кебу, іш өту мен өт шаншу сияқты ауруларды жазу үшін ішеді. Босанған әйелдерге де осы шайды ішуге болады. Бұл ана сүтін көбейтеді. Қара зерені қолданудың тағы бір жолы балмен араластырып ішу. Ол үшін қара зеренің дәнін бір ас қасықпен алып, бір стакан суға қайнатады. Сосын қайнаған суға балды қосып, ас ішкенге дейін 10-15 минут бұрын ішеді. Қара зерені бұлай ішу иммунитетті көтереді. Сондай-ақ асқа дәмдеуіш ретінде қосып жеген де дұрыс. Ересек адам бір күнде 3 грамм, 3-15 жастағы балалар күнде 2 грамм дәмдеуіш жеген жөн. Қара зерені сақтау. Қара зеренің иісі қышқылтым келеді. Ал дұрыс сақталмаған зеренің мұндай иісі жоғалып кетеді. Сондықтан оны дұрыс жерде сақтау маңызды. Оны үйде бөлме температурасында күн түспейтін жерде сақтаған жөн. Герметикалық ыдысқа салып қоюға да болады. Бұлай тұрған қара зере 2 жыл сақталады. Достар, видео пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.